Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода мен татқұлақтың, орысшасы чага немесе березовый гриб дейді, сол нәрсенің денсаулыққа пайдасы туралы, және де қандай ауруларға ем, және де қалай қолданамыз, сол туралы сіздерге айтып беремін. Мен бұл татқұлақты асқазан ауруында пайдаландым. Менде бұрын язвада болған, гастрит болған. Бірнеше рет пайдаланғаннан кейін жақсы әсерін көрдім. Және де содан кейін бұл татқұлақты жақыннан зерттеп, біраз ол туралы мәліметтер жинап қараған кезде, бұл нәрсенің тек қана асқазанға ғана емес, ас қорыту жолына ғана емес, одан басқа адам ағзасының бүкіл жеріне пайдалы екенін көріп, сол туралы сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Олардың ішінде ерекше айта кететін пайдасы, бұл татқұлақ қабылдаған кезде адам иммунитетті нығайтады. Қабынуға қарсы, әртүрлі ауруларға қарсы адам иммунитетін нығайтатын сондай жақсы әсерін береді. Медицина ғалымдары зерттеп тапқан тағы бір пайдалы жақтарының бірі, қатерлі ісіктің алдын алуға көмектеседі. Одан кейін бұл чаганың пайдасы микробтарға қарсы күресуде организмге жақсы көмектеседі. Одан кейін вирустарға қарсы неше түрлі герпес, ковид сияқты неше түрлі вирустардың әсерінен сақтануға көмектеседі. Және де антиоксиданттық әсері бар, свободный радикалдар дейді ғой, сол әсерден сақтануға осы чаганы қабылдаған кезде адам ағзасына пайда береді. Сонымен қатар қан тамырындағы ферменттерді ретке келтіреді, қан құрамын ретке келтіреді, қан құрамындағы қанттың мөлшерін ретке келтіреді. Және де сонымен қатар жүрек қан тамырлары, жүйке, тыныс жолдары жұмысын қалпына келтіруге осы чаганың пайдалы әсерлері болады. Ол менің сөзім емес, осы медицина ғалымдары осы чаганы, татқұлақты зерттеп, соның құрамындағы элементтерінің қандай пайда беретінін тапқан. Ең басты ерекшеліктері осыларда. Жалпы енді бұл чага деген не деген нәрсеге келетін болсақ, бұл чага табиғи, сондай ағашта өсетін гриб дейді орысшасы. Саңырауқұлақ сияқты өсетін сондай пайдалы бактерия ол. Ол енді таза ормандарда, қайың ағаштарында болады көбінде. Қайың шырыны өте сондай неше түрлі пайдалы элементтерге бай. Сонымен қатар мынау татқұлақ қайың ағашының жараланған жеріне жабысып, қайыңның шырынын бірнеше жылдар бойы өзіне қабылдап, және де оған қоса өзінің сондай пайдалы неше түрлі элементтерін өз бойына жинақтайды. Бұл татқұлақты қабылдау үшін әдетте тайгада, ормандарда, Ресей ормандарында көп кездеседі. Немесе біздің мына Көкшетау жақтарда қайың ормандарынан соларды жинап алса, егерде мүмкіндік болса болады. Ал енді ондай мүмкіндік жоқ кезде кез келген аптекадан сұраса, чага деп, немесе татқұлақ қораптарда олар граммен сатылады. Сол аптекадағы түрін пайдаланып, мен өзім қолданғанмын. Медицина ғалымдары зерттеу нәтижесінде чага құрамында 200-ден аса пайдалы компоненттердің бар екенін анықтаған. Олардың ішінде микроэлементтер калий, марганец, медь, цинк дейді, мырыш, алюминий, сера, күкірт, магний, кальций, фосфор, йод, азот, водород және де тағы да басқа көптеген микроэлементтердің бар екенін анықтаған. Бұлар енді ең бастылары ғана. Сонымен қатар оның құрамында көптеген биологиялық белсенді қосындылардың бар екені анықталған. Ғылыми зерттеулер бойынша анықталған осы татқұлақтың құрамындағы битулин, немесе битулин қышқылы дейді. Ол қабынуға қарсы әсер етіп қана қоймай, иммундық клеткаларды модуляциялауға әсер ететіні анықталған. Сонымен қатар сол битулин қышқылы қатерлі ісікке қарсы белсенділікке ие. Демек, қатерлі ісіктің таралуына қарсы әсері бар екені осылай зерттеп дәлелденген. Бірақ та бұл жерде асқынып кеткен жағдайларда емдейді деген сөз емес. Ол кезде әрине ауыр медициналық көмек қажет болады. Бірақ та сондай жаман аурулардың алдын алуға әбден мүмкін деген сөз. Осы татқұлақты пайдалану арқылы. Көптеген зерттеулер татқұлақтың вирустың кез келген түріне қарсы әсері барын анықтаған. Соның ішінде бірінші, екінші типті герпес вирустары, табиғи оспа деген шешек вирустары, және де гепатит С вирусына қарсы. Сонымен қатар соңғы зерттеулердің нәтижесінде COVID-19, осы коронавирус деген 2 жыл бойы бізді қамауда ұстаған вирусқа қарсы осы чаганың әсері барын анықтап, сол жағдай ғалымдарды өте қатты таңғалдырған. Сонымен қатар тағы да бір пайдаларының бірі қан тамырлары және қан құрамын жақсарту әсері. Қан құрамындағы қант мөлшерін ретке келтіру, былай айтқанда қант құрамын төмендету, және де қан құрамындағы зиянды холестериндерді азайту. Холестерин 2 түрде болады, оның зиянды және де пайдалы түрі болады. Осы татқұлақты қабылдаған кезде қан құрамындағы зиянды холестериндер азайып, пайдалы холестерин түрлері көбейеді екен. Сол әсерлері арқылы жүрек және де қан тамырлары ауруларын емдеу және де аурулардың алдын алуға пайдаланса әбден болады.
Одан кейін тағы да өте пайдалы әсерлерінің бірі, және де өзім қолданып көз жеткізген әсерлерінің бірі ас қорыту жүйесіне пайдасы. Ол енді гастрит, язва, асқазан және де 12 елішектің созылмалы ауруларында осы татқұлақты пайдаланса өте жақсы көмегін береді. Сонымен қатар ас қорыту жүйесінің дискинезиясында осы татқұлақ пайдаланса өте пайдалы болады екен. Жалпы енді пайдалы жақтары онымен шектеліп қалмайды, одан да басқа да жалпы иммунитетті көтеруге, адамның әлсіреген адамды қалпына келтіруге, организмді қалпына келтіруге сондай пайдалы жақтары өте көп. Жалпы енді бұның денсаулыққа пайдалы жақтары туралы мәлімет жеткілікті. Енді бұл чаганы, татқұлақты қалай біз пайдаланамыз, сол туралы сөз етейік. Пайдаланған кезде мен өзім аптекада сатылатын қораптағы түрін алып қолдандым. Оны енді кез келген аптекадан сұрасаңыздар болады. Чага деп орысшасын сұрасаңыздар, немесе татқұлақ деп жазылып тұрады қазақшасы. Оны пайдаланған кезде инструкциясында жазылып тұрады, осы чаганың бір бөлігін 5 бөлік суға деп. Ол енді өте түсініксіз, және де дәл солай пайдаланған кезде де ол күйінде оны ішке қабылдау мүмкін емес. Сондықтан да мен өзім қалай пайдаландым, сол рецептпен бөлісемін. Мен бұл чаганың чай қасықтың ең үлкенімен, немесе ас қасық болса, ас қасықтың кішірек түрлері болады. Қасық деген әртүрлі болуы мүмкін. Чай қасық дегенмен ең кішкентай болады, орташа, үлкені болады. Сол чай қасықпен егер қолданатын болсам, ең үлкен чай қасықпен қолданамын. Немесе ас қасықпен қолдансам, кішірек келген ас қасықпен бір қасық алып термосқа саламыз. Одан кейін суды, таза су, фильтрден өткен немесе бутылкедегі таза су болса, оны суда қайнатпаймыз, бірақ та жылытамыз суды, қыздырамыз. Шамамен 60 градус көлемінде мен қыздырамын суды. Оны өлшейтін термометр бар, сонымен өлшеп, судың ыстықтығы 60 градусқа келген кезде термосқа құямыз. Одан кейін термостың аузын жауып, кемінде 10 сағат, 12 сағат бір тәулікке дейін қойып қойса болады. Содан кейін алып, оны шайқаймыз. Шайқағаннан кейін сүзгіден өткізіп, сол дайындалған тұнбадан тамақ алдында жарты сағат бұрын күніне 3 рет 100 мл-ден 100-150 мл-ге дейін қабылдаса болады. Күніне 3 реттен қабылдаған кезде бір ай көлемінде қабылдаймыз. Одан кейін бір айдан кейін үзіліс жасауға жет болады. Кемінде 10 күн немесе 20-30 күнге дейін. Мен әдетте қолданған кезде бір ай қолданамын, одан кейін бір айдай үзіліс жасап, тағы да бір ай қолданамын. Одан кейін тағы да 3 ай көлемінде үзіліс жасаймын. Сол әдіспен жылына 2 рет немесе 3 рет қолданып отырса болады. Одан артық қатарынан қолдана берудің қажеті жоқ. Бұл енді табиғи нәрсе болғанмен де оның құрамында өте белсенді заттар өте көп. Сондықтан да денсаулық ағзаларына, әсіресе бүйрек, бауыр сияқты ағзаларға ауырлық келтірмеу үшін оны сол ретімен қолданған дұрыс болады. Бір айдан асырмай, бір ай көлемінде, одан кейін үзіліс жасап, одан кейін тағы да курс ретінде қайталап қолданса өте дұрыс болады. Бүгінге осындай мәлімет. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Амандықта, келесі эфирде кездескенше.